Саламатсыздармы? Ескелді аудандық орталық ауруханасының дәрігері эндокринолог Нұрбек қызы Еркеш. 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күніне орай жиі кездесетін аурудың түрі қант диабеті туралы қысқаша мәлімет. Қант диабеті инсулин абсолютті және салыстырмалы жетіспеушілігінің салдарынан болатын тұрақты гипергликемия бұзылыстарымен сипатталатын созылмалы полиэтиологиялық ауру. Белгілері қант диабетінің бірінші түрінде шөлдеу, несептің жиі шығуы, салмақтың төмендеуі, ұйқышылдық, жұмысқа қабілетінің төмендеуі. Екінші тип осы клиникалар білінбеуі мүмкін адамға. Кездейсоқ гипергликемияны анықтаған жағдайда болып жатады. Яғни скрининг кезінде немесе басқа аурулармен емделіп жүрген кезде анықтап жатады. Бұл кезде екінші типта шағымдар болмауы мүмкін. Қандағы қант мөлшері қалыпты жағдайда аш қарынға сау адамда 3-3 миллимольдан 5-5 миллимоль литрдің аралығында. Егерде 5-5 миллимольдан жоғары болатын болса, бұл зат алмасу, яғни көмірсу алмасының жоғарылауы. Бұл кезде ары қарай диагностикалық өту керек. Яғни соңғы 3 айдағы қанттың мөлшерін пайыздық есеппен көрсетілгенде гликозированный гемоглобин 6,1% жоғары болса, жалпы тексерістен өткізіп, қант диабеті диагнозын қойып, эндокринолог маманы ары қарай диспансерлік учетқа алып, арнайы ем тағайындалады.